Қазақстан биыл экономикалық өсімді 6%-ға жеткізуді жоспарлап отыр. Бұл бағыттағы негізгі қозғаушы күштердің бірі Қазақстан Даму банкі. Осы жылғы 7 айдың ішінде банк жалпы құны 1 триллион теңгеден асатын жобаларды қаржыландырды. Тақырыпты Ғазиза Мұхамеджанова жалғастырады. Елде Қазақстан Даму банкінің қолдауымен 26 ірі жоба іске асырылып жатыр. Олар машина жасау кешені мен металлургиядан бастап агроөнеркәсіп пен жасыл энергетиканы қамтиды. Соның арқасында экономикаға 4 триллион теңге түседі деп күтілуде. Нәтижесінде жаңа зауыттар ашылып, экспорт ұлғаяды, салықтық түсім артып, мыңдаған жұмыс орны құрылмақ. Мы привлекаем очень много. Біз тек мемлекеттік қаражатпен шектелмейміз. Жергілікті және халықаралық капитал нарығынан да мол қаржы тартамыз. Биыл біз капитал нарығынан шамамен 1 миллиард доллар тарттық. Евро облигациялар шығардық. Қытайдың мемлекеттік даму банкімен 1 миллиард ақш долларына келісім жасадық. Сонымен қатар Испанияның Сантандер банкінен және Италияның даму институты CDP-ден де қаражат тарттық. Даму банкі іске қосылғаннан бері барлығы 140 инвестициялық жобаны қолдады. Оның ішінде экономикаға нақты пайда әкелетін әлеуметтік және экологиялық талаптарға сай жобаларға басымдық беріледі. Айта кетейік, бүгінде еліміздегі жасыл энергияның әрбір 4-ші киловаты Қазақстан Даму банкінің қатысуымен өндірілген. Даму жоспарына сәйкес бізде 3 стратегиялық бағытымыз бар. Ең біріншіден ұлттық экономикаға үлесімізді арттыру, екіншіден активтерді тиімді пайдалану және үшінші тұрақты даму саласында ежі қағидаттарды өзіміздің қызметімізде және қарыз алушылардың қызметіне енгізу. Бүгінде Қазақстан Даму банкі қаржыландырған өнімдер Орталық Азия елдеріне, Қытай мен Еуропаға экспортталады. Осылайша банк компанияларға сыртқы нарықтарға шығуға және халықаралық тізбектердің бір бөлігі болуға көмектеседі. Ғазиза Мұхамеджанова, 24 KZ.